Құрметті біздің YouTube көрермендер. Сіздерге бүгін бір қызық оқиға, тарихи оқиға айтайын деген едім. Бірақ кейбір сөздерге тілім келмей отырғаны бар да. Мына сөз ғой. Чаңбин Кьюзо автомотив. Чаңбин Кьюзо автомотив дейді. Әңгімемнің әлқисасын осы Чаңбин Кьюзо автомотивтен бастағым келіп отыр да. Бұл компания 1956 жылы өздері кішігірім жүк көліктерін жасайтын компания болып құралады. Ел жарты ғасырдан астам уақыт жұмыс жасайды, асарын жасайды. Сосын 2019 жылы іштері пісті ма, бұл нарыққа жаңа зат керек деп ойлады ма, әлде парковкасында орын көп болып кетті ма, VGV-ді құрады. Дәлірек айтқанда, жеңіл автокөлік жасайтын VGV компаниясын асырап алады. Сонымен алдарыңызда тегі кроссовер, өзі пикап VGV VX7 моделі. Бұл көліктің кузовына келетін болсақ, алдымен сіздерге артын айту жөн көріп отырмын. Себебі көп адамдарға көп заттың артын айтты. Әуелде толығымен жабық етек жеңін жиналған бұл көліктің инженерлер бір мүшесін ашып тастады. Себебі сатылмаз болып қалады деді ме, әлде заманауи болғысы келді ме. Мүмкін тест-драйвтағы еркектердің ашық затқа көз түсетін байқаған болар. Сөйтіп, алдарыңызда пикап пайда болды. Ал багажына келетін болсақ, багажы 1,5 квадраттық. Стабилизатор мен баспалдақтары бар екен. Шығып көрейік. Нормально баспалдақтар салмақ көтереді. Ал мына жерде бізде екі отсек бар екен. Біреуінің көлемі 1400 мм, екіншісі 1100 мм екен. Бұл жерге енді ұсақ-түйек анау-мынау заттарын салуға болады. Не болмаса су өткізбейді бұл жерге ше. Құрғақ заттар салып қоюға болады жаңбырлы күндері. Бұл таза үйге арналған бизнестер бар ғой, отбасылық бизнестерге арналған көлік болып тұр. Ал мына видеоны браконьерлер мен наркоторговецтер көрмесін. Өйткені мына жерге біраз зат сыйып тұр ғой, екі киіктің еті сыйып кетеді. Осы жерде мен дөңгелектер жайлы айтқым келіп тұр. Бұл жерде 18-ді қарапайым дөңгелектер. Білмедім, өзіне кішкентай көрінеді. Қытайлар түсінбедім осы жағынан ше. Бір түрлі дөңгелекке жадыни бола ма? Алдындағы видеода қауалында дөңгелектер 18-ді кетті. Бұл көліктің үлкен бір плюсын айт десе, мен қозғалтқышын айтатын едім. Себебі бұл көлікте 2 литрлік турбо орналасқан. 2 литрлік турбо 8 сатылы автомат коробка сіздерге 229 аттың күшін береді. Яғни максимальный скорость 196 болады. Ал бұл көліктің сыртқы келбеті осы. Бұл көліктің қызығы да, шыжығы да, салонында деп ойлаймын. Қазір салонын көрейік бірге. Ал енді салонына қарасақ, мында енді мультируль бар екен. Онысы қол жетінде, онысы дұрыс екен. Сосын мына жаққа қарасақ 22 сантиметрлік экран. Бұл көлікке бүйтіп қарап тұрсаң, мына ерлеріне қарасаң Porsche, экранына қарасаң Tesla, ал кузовына қарайтын болсаң Hilux екен. Бұл енді таза қандай емес, таза шатыс көлік болып тұр ғой. Ал бұл жерде айырбактан бізде екеуі бар. Салонында, сиденьесінде 2 кожа. Бірақ қараңыздаршы, 97 жылғы машинада да бар құрылым, бұда жоқ. Қараңыздаршы. Ал онда сіздерге ұсақ-түйектерін айтайын. Не бар? Бұл жерде 2 USB порт, бір 12 вольттық қуаттағыш жүйесі, стакан қойғыш, шынтақ тірегіштің астында жасырын бокс, және бардачоп кішкентай, кондиционер жүйесі, климат контроль жүйесі біреу, бір жерден ғана басқарылады. Очки салғыш, күн қағарда хавал H5 сияқты ештеңе жоқ. Есіктер, терезелері автоматты, онысы жақсы. Бұл бізде хавал H5-те жоқ болатын автоматты. Бұл да автоматты екен. Терезе жапқыштары. Еще ручник бізде кнопкамен. Мына жерде аварийный кнопка. Басқа кнопкалардың бәрі мультимедиада орналасқан. Бұл көліктің бағанан бері отырып байқап отырғаным, ортаңға аспа, аяқ аңғайсыз. Еще тормоз бен газ екеуі бір-біріне жақын орналасқан. Газ бен аспаның ортасында
аяғың сыймайды екеуіне ше. Газға аяғың ұшы ғана тиіп тұрады былай. Бұл өте ыңғайсыз жасалынған екен. Ал артқы салонға келетін болсақ, бұл жерде басқа пикаптардық сияқты емес. Басқа пикаптардық сияқты емес. Ыңғайлы, арт жағын жатып, арқа жазғанға ыңғайлырақ. Басқа пикаптардың көбісінде байқаған, былай тік отырасың да. Неге олай басқа пикаптарға қарағанда ыңғайлы деп отқан шығарсыздар? Себебі видеоның басында айтып кеткендей, бұл машина кроссовер кузовына жасалған пикап болады. Сол себепті бұда көп заттар кроссовердің базасынан қалған. Орындық, дөңгелек, бәрі кроссовер базасынан қалғандықтан бұл көп заттарға ыңғайлы. Қазір мен сіздерге артқы орындықтың артындағы отсекті көрсетейін. Бұл жерде мұнда жатыр екен ғой баллонный ключтер. Бағанадан бері іздеп жүрмін ғой. Баллонный ключ бар, тартқышы бар, аварийный знак бар, және мына жерде домкраты бар екен, және жилет. Болт бұл жерде осы, және бұл жерде байқағаным Hilux-тердің артқы терезелері кішкентай болады. Бұл жерде артқы терезесінің орны үлкейтілген. Енді бұл көлік Қытайдағы бағасы 8 миллион, сондықтан шығар бұл жерде көп зат экономды, механикалық болады. Қазақстанға келіп болғанша бір 11 миллион болады. Бұл көлікті енді кімдер алған дұрыс, кімдерге ыңғайлы? Бұл жас отбасылар, өзінің кішігірім бизнесі барлар, гүл сататындар, не болмаса ыдыс-аяқтарды арендаға беріп жүрген кісілерге бұл таптырмайтын көлік. Сіздермен болған BAMX YouTube арнасы, келесі кездескенше қош сау болыңыздар.